Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақ көрден алды. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Менің каналымда жоғалтып алмау үшін қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 44-ші сабақ, 26-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық, кәделік ағаш деп 2 топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап, кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар деп бөлінеді. Балғын жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласың деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Сұрақтарға жауап бер. Неліктен ағаштар отындық, кәделік болып бөлінеді екен? Ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Жас ағашты неге кесуге болмайды? Көктей соласың деп неліктен айтады, себебін топта талқыла дейді. Неліктен ағаштар отындық, кәделік болып бөлінеді екен? Отындық ағаш дегеніміз жағуға арналған ағаштар, яғни кәрі талдың ағаштары жатады екен. Ал кәделік деп ыдыс бұйым жасайтын ағаштарды айтамыз. Яғни оған ағаш қасық, ағаш ыдыс немесе ағаш астау деп айтсақ болады екен. Ал сүрегі деп ішкі бөлігі шеңберлі орналасқан ағашты, шеңбері бар ағашты сүрегі деп атайды екен. Ағаштың жасына қарай әр түрлері бар екен. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, жетілген деген сияқты. Көктей соласың деген неліктен айтады? Көктей соласың деген көк, жасыл, жас шыбықты кеспе дейді. Ол үлкен ағаш болу керек, ол үлкен ағаш болғаннан кейін барлық нәрсеге пайдалануға жарайды екен. Мәтіннен түбірлес сөздер тап дейді. Түбірлес сөздер түбірлес сөздерге отындық, кәделік деген сөздер айтады. Сосын мәтіннен түсініксіз сөздер тауып, мағынасын түсіндірме сөздер тап дейді. Түсініксіз сөздер кәделік, сүрегі, балғын деген сөздер екен. Келесі 27-ші жаттығу. Берілген сөздерден туынды сөздер жасап жаз дейді. Бізге бала, сый, ек деген сөздер берілген, Осы сөздерге туынды сөздер жасаймыз. Бала деген бұл түбір сөз, Енді біз содан туынды сөз жасаймыз. Бала, түбір сөз лық деген жұрнақ, яғни лық деген жалғаймыз. Бала, лық болады екен. Тағы да қай жұрнақ жалғауға болады? Қай деген жұрнақты жалғауға болады. Бала деген сөзге қай деген. Бала, қай болады. Бала, түбір сөз қай, жұрнақ болып табылады. Туынды сөзге айналды, Бала сөзіміз 2 жұрнақты жалғаған кезде туынды сөзге айналып кетті. Енді сый деген сөзге сыйлы деген сөз. Сый түбір сөз, жұрнақ. Және сый деген сөзді сыйлық деп, сый түбір сөз, лық, жұрнақ. 2 жұрнақты жалғаған кезде сый деген сөзіміз туынды сөзге айналып кетті. Енді ек деген сөзге екші. Бірден кейін екші дейміз ғой. Екші деген, ш деген жұрнақ жалғанды. Ек түбір сөз, ш деген. Сосын екін десек те болады екен, Солай жұрнақтарды, тиісті жұрнақтар жалғап, жай ғана сөзді туынды сөзге айналдырып кеттік балалар. Келесі 28-ші жаттығу. Ойлап тап. Суреттегі адамдардың жасына қарай қай ағаштың түбірі сәйкес келеді екен, Мысалы, мына балаға 2 жастағы бала, оған мынау шеңбері 2 уақ тұрған ағаш сүрегі ағаш жатады екен. Яғни бұл 2 жастағы балғын ағаш,
Одан кейін мынау баланың суреті мына ағашқа тура келеді. Өйткені бұл жерде бір шеңберді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 шеңбер бар екен. Бұл яғни 7 жастағы бала деген сөз, иә. Ал мына ең соңғысын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 деп 17 жастағы бала, яғни мына ағашқа тура келеді. Өйткені бұл жерде шеңбер саны солай жазылып тұр. Сол шеңберге қарап ағаштың жасын анықтаған. Мына бір шеңбер болса 1 жас ағаш, мына 2 шеңбер болса 2 жас, 3 шеңбер болса 3 жас болған, 4 шеңбер болса 4 жастағы 4 жылдық ағаш болады. Әр жылда бір шеңбер байлайды екен ағаштың несіне. Осылай ағаштың жасын анықтап отырған екен. Келесі жаттығуымыз 29-шы жаттығу. Сұрақтарға жауап жаз. Бізге сұрақ берілген, біз оның жауабын жазамыз. Бірінші сұрақ: күн мен түн теңелетін кез дейді. Бұл күн мен түн теңелетін кез наурыз айының 21 мен 22 күндері. Күн мен түн теңелетін уақыт 21 және 22 десек болады. 21 және 22 наурыз күндері. Күн мен түн теңеледі екен, бірдей болады екен. Мысалы, 20 күндіз 12 сағат, түнде 12 сағат бірдей болады да, сонда 24 сағат болады екен. Бір күніміз тең болады екен, күнде түнде. Ал екінші сұрақ: ең ұзақ күн қашан болады дейді. Ең ұзақ күн жазда шілде айында 21 және 22 күндері. Шілденің 21-22 күндері екен. Сол кезде ең ұзақ күн болады екен. Түн қысқарады да, күн ұзын болып кетеді. Мысалы, 17 сағат, 18 сағат күндізге көбейіп кетеді, ал түн азғантай сағат болады. Ал үшінші сұрағымыз: ең ұзақ түн қашан болады? Ең ұзақ түн қыс мезгілінде, желтоқсанда 21-22 күндері екен. Желтоқсанда қыс келатыр ғой, байқасаңыздар, 21-22 күндері түн өте көп сағат болады. Мысалы, кешкі сағат 5-те күн батса, таңғы сағат 7:30-8-де болады. Яғни 18 сағат, 17 сағат болып кетеді. Көп болады, түн көп болады. Ал ең соңғы төртінші сұрағымыз: 365 күн неше жылға тең? 365 күн бұл 1 жылға тең. 1 жылда 365 күн бар екен балалар. Есте сақтап алыңыздар. Осылай сұрақтардың жауабын түсінікті тілде жазып, оқып, біліп алыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Каналымды жоғалтып алмау үшін қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.